Кеше мен әлеуметтік желіге қарай бердім. Артық қарадым. Осының барлығы біліңіз, осының барлығы заяға кеткен сағаттар. Бұны батырып, басып айтпасаңыз түсінбейміз. Бұл заяға кеткен сағаттар. Әлеуметтік желіде қазір мысалы белгілі бір жерге барып араласу деген керек жоқ. Мысалы артық араласу. Әлеуметтік желіде қаншама адаммен араласып жатсыз, ол араласып жатқандарыңыз сізді білмеуі де мүмкін. Шындап келген кезде әлемнің күллі Голливудтағы кинолары айтайық мен сіздерге. Шығарылып жатқан кинолар, шығарылып жатқан неше түрлі бағдарламалар, әртүрлі жаңа тіпті спорттың неше түрлі жаңа болып жатқан нәрселері. Әрине оның барлығы қазір өмірде әдемі бір жолдарға қойылған ғой. Өнер, мәдениет, тағы да басқа бір атаулардың астында әсемделген. Бірақ ар жағында сіздің көру қабілетіңізді, қарауыңызды пайдаланып, сізді заяға кетіру. Жаңағы киноларда, жұлдыздардың қимылдарында неше түрлі сондай нәрселер, сәндер, сіздің уақытыңызды алып бір қиялдарға кіргізу. Бір тәндер бар, сногсшибательный, қалай бар солай айтайын сізге. Есіңді әкетіп, сіздің уақытыңызды заяға кетіріп, сізге арман құрып беріп, шіркін-ай деген сөздерді айтқызып, сіздің өміріңізді заяға кетіріп отқан бұл дүниенің құбылысы көп. Пайғамбарымыз салам сол үшін айтып отыр ғой. Енді дүния малғуна. Ойлаңыз, пайғамбарымыздан сұрасаңыз, бұл дүниені не деп айтар едіңіз десем, бұл дүние лағнеттелген дейді. Неге? Өйткені Алланы ұмыттыратын нәрсе.